Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар? Қазақ тілі мен әдебиеті пәні орыс сыныптарына, 8-ші орыс сыныптарына арналған 1-ші тоқсан бойынша жиынтық бағалау тапсырмалары. 1-ші тапсырма тыңдалым. Адамзат баласының қол жеткізген ұлы игіліктерінің бірі білім қазынасы. Ол ұрпақтан ұрпаққа ауызша, жазбаша түрде немесе көркем әдебиет арқылы да жеткен. Кітап таңдап талғап оқи білу, түсіну мен түйсіну алған әсеріңді өмір қажетіңе жарата білу әрбір адамның білігі мен білімін, пайымы мен парасатын айқындайды. Кітап маған тақтан да қымбат деп атап көрсеткен Шекспир. Білім адам өміріне өте қажет. Онсыз адам оқуға түсе алмайды, ал оқуға түсе алмаса өзінің мақсатына жетпейді. Оны жұмысқа алмайды. Жұмыс істемесе ол ақша тауып өзін-өзі қамтамасыз етпейді. Қазіргі заманда білімді болмау мүмкін емес, өйткені ғалымдар әртүрлі техникалық заттар, мысалы телефон, планшет, компьютер ойлап тапты. Егер мұның бәрін қарастырып, есептерін шығарып тастауға болады. Әр адамның әртүрлі білімділік қасиеті бар. Бірі математикадан шебер, ал бірі ойына бір оқығаннан-ақ есіне бәрін сақтап алады. Адам көбірек оқыса білімді болады, ал білімді болмаса өмір сүру қиын болады. Мінекей осыдан оқу білім бұлағы, білім өмір шырағы деген мақал шыққан. Ал құрметті оқушылар, мәтінді жақсылап тыңдасаңыздар, тапсырмаға көшеміз. 1-ші тапсырма. Адамның қол жеткізген ұлы игіліктері қалай аталады? Жауабы В. Білім, ғылым, инновация. 2-ші сұрақ. Шекспир кітапты неден жоғары қояды? Тақтан жоғары қояды. 3-ші тапсырма. Берілген ақпараттарды мәтін мазмұнына сай сәйкестендіріңіз. Тірек сөздер мен иллюстрациялар арқылы болжаңыз. 1. Кітап маған тақтан да қымбат. 1-дің жауабы С. 2. Техника заманында білімді болмау мүмкін емес. 2А. 3. Мектептегі тақырыптарды алдын ала қарастыруға болады. 3В. 4-ші тапсырма. Бос орынға қажетті сөзді қойыңыз, 2 сөзден артық жазбаңыз. Адамдардың бірі математикадан шебер болса да, кейбіреулері бір оқығаннан-ақ есіне бәрін сақтап қалады. 5-ші тапсырма. Берілген сұраққа жауап беріңіз. Адам көбірек оқыса, оқу білім бұлағы, білім өмір шырағы деген мақалды қалай түсінесіз? Жауабы. Адам көбірек оқыса білімді болады, ал білімді болмаса өмір сүру қиын болады. Келесі тапсырмамыз оқылым. Мәтіннің тақырыбы энергетикалық дағдарыс. Қытай ғалымдарының айтуынша айдан табылған гелий 3 элементі жердегі энергетикалық дағдарыстың алдын алуға көмектеседі. Егер адам баласы айдан бұл элементті өндіріп алатын болса, одан алынатын энергия 10.000 жылға жетеді, деп хабарлайды Huffington-Post. Қытай ғалымдары осылай әлемге жар салудан бұрын айды мұқият зерттеген. Жер серігінің беткі қатпарында термоядролық реакторға шикі өнім бола алатын пайдалы қазбалардың көп екендігі белгілі болды. Гелий 3 жерде өте сирек кездесетін элемент, себебі күн сәулесінің атмосфера қабаттарынан өтуі кезінде аталған элементтің изотоптары тыста қалып қояды. Ал айда ешқандай ауа қабаты болмағандықтан гелий 3 ол жақта өте көп. Қытай ғалымдары гелий 3 элементін ай бетін 600 градусқа ысыту арқылы бөліп алуды жоспарлап отыр.
Содан соң шикі материалдар жерге жіберілетін болады. Mail Online газетінің сараптамалық жұмысында небәрі 40 тонна гелий-3 элементі бүкіл ақш территориясын бір жыл энергиямен қамтамасыз ете алады делінген. Ал айда бұл элементтің 10 миллион тонна қоры бар екені анықталды. Әзірге Қытай айдағы табиғи байлықты игеру мақсатындағы қазба жұмыстарын бастау уақыты туралы ештеңе айтқан жоқ. Ол америкалық зерттеушілер бұл жобаның қанша қаржыны қажет ететіні туралы сараптамалық талдау жасауда. Huffington Post газеті айдан қазып алынған әрбір тонна гелий-3 элементінің құны орташа есеппен 3 миллиард ақш долларына тең болатынын жазады. Бұл жердегі мұнайды қолданғаннан әлде қайда арзан әрі жер үшін өте пайдалы болады. Құрметті оқушылар, мәтінді тыңдап болсаңыздар, тапсырмаға көшеміз. Бірінші тапсырма. Сөйлемдердің шын жалған екенін белгілеңіз. Аталған элемент біздің планетамызда өте аз кездеседі. Қытай ғалымдары айдан гелий-3 элементін тапқандығын айтып, дүние жүзіне жар салған. Яғни бізде жар салған. Екіншісі жалған, біріншісі шын. Екінші тапсырма. Мәтіннен мына сөздің синонимін табыңыз. Жария ету, жар салу. Екіншісі қымбат, арзан. Берілген сөйлемді өз сөзіңізбен қайта жазыңыз. Перифраз. 40 тонна гелий-3 элементі бүкіл ақшты бір жыл энергиямен қамтамасыз етеді. ақш гелий-3 элементі арқылы энергиямен қамтамасыз етіледі. Бесінші тапсырма. Берілген сұраққа өз ойыңызды білдіріп жауап беріңіз. Гелий-3 элементінің артықшылығы неде? Жауабы. Элементтің кішкентай бөлшегінің синтезі біршама энергия бере алады. Құрметті оқушылар, сіздерге ақпарат пайдалы болса, міндетті түрде каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар.